Сәлем, құрметті оқырмандарым, Гүлдер әлем каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Асем, мен Батыс Қазақстанда тұрамын. Бүгін 27 мамыр. Сіздерге картопымды қалай өсіп жатқанын, қазір қандай деңгейде екенін көрсетемін. Міне көріп тұрсаңыздар, міне барлығы. Сіздерге одан алдында видео түсіргенмін, енді шығып келе жатқандығын. Міне қазіргі кезде міне өсіп қалды. Сізге көрсетейін бойындығын. Қазір міне көріп тұрсаңыздар, яғни олардың барлығы да сондай. Бұлардың картоп болғанда бір картоптың бір картоп емес, яғни бір картоптың өзінен көп көз болғандықтан біз ортасынан кесіп, яғни араларын міне мынандай көріп тұрсаңыздар 15-20 сантиметр жақын қылып еккен болатынбыз. Көріп тұрсаңыздар, міне қарасаңыздар, міне бір картоптың өзінде біреу, міне екеу, 3, 4, 5 сабақ шығып жатыр. 5 даже 6 сабақ шығып жатыр, көріп тұрсаңыздар, міне. Осыдан 5-6 күн бұрын үздіксіз жаңбыр жауып, бізде өте күн салқын болған. Сол жаңбырдың арқасында жаңбырға дейін біз түптегенбіз. Яғни түптеген деген жерді жоғары қарай көтергенбіз. Яғни көтерген сайын біздің картопымызда көтеріле береді. Міне көріп тұрсаңыздар, міне арамшөп уже өте қаптап кетті. Енді қайтадан түптеу керек. Бұның күтімі дейтінде бұған көп күтім қажет жоқ. Сіз көптен бері картопты өсірмегесін. Биыл міне өсіп жатырық. Бұрындары бір түптен бір шелек картоп шығатын болған. Енді биыл көреміз қандай болатын, сіздерге міндетті түрде көрсетемін қанша картоп шыққаны. Көп еккен жоқпыз. Міне көріп тұрсаңыздар, тек міне осы ғана, осындай көлемде ғана ектік. Көреміз. Бұл сіздерге айтқандай өткенде апрельдің 14-15-терінде еккен болатынбыз. Қазіргі кезде енді бір ай 2 ай таман кетіп бара жатыр. Яғни бұны біз ертерек августте жейтін боламыз. Міне көріп тұрсаңыздар, міне уже. Бүгін майдың 27 сіздерге айттым ғой, міне. Уже гүлдеп жатыр. Кейбіреулерінде картоп енді шығып жатса, бізде уже картопымыз гүлдеп жатыр. Яғни скороспелка тез пісетін картоп болып тұр. Яғни августтерде жайлап қазып қараймыз. Қоңызын білмеймін. Қазіргі картоптарда, бұрынғы картоптарда біз егіп жүрген кезде колорадский жук деген болады. Ала. Сол өте көп болатын. Үнемі теретінбіз. Енді мына картоптан көреміз. Негізі колорадский жук болған картоп негізі өте таза. Ал егер мындай картоптар қолмаса, яғни значит ол таза емес деген сөз. Обработанный деп айтады, химикатпен. Біздің аулада мысалы мынандай шөптер өте көп, білмеймін, тамыры өте тереңде жатыр. Қанша жыламыз қаптап кетеді, қанша жыламыз қаптап кетеді. Құтыла алмай қойдық. Сіздерге не айтайын басқа? Басқа ешқандай күтім қажет жоқ, тек түптей берсеңіз, түптеген сайын астында картопымыз өте молырақ болады. Араларын жақын қылып, неге көбісі айтады, неге жақын қылып? Себебі алшақ шыққан біз ойлады, біреу шықса, біреу шықпай қалады. Сол себепті кішкене жақын ектедік. Қуанышқа орай, міне көріп тұрсаңыздар, бәрі жамырап, жабылып, бәрі шыққан. Мынау негізі мынандай болды, кішкентай болды. Түптегеннен өз көріп тұрсаңыздар, міне бойы ұзарып, міне бәрінде де гүл бар. Көріп тұрсаңыздар, міне сіздер көрсетейін. Міне бәрінде де гүл бар. Енді бұны түптеу керек. Басқа ешқандай тыңайтқыш ештеме қолданбаймыз. Колорадский жук болса, міндетті түрде тереміз. Астарында болса, мысалы жұмыртқа болса, жапырағын алып тастаймыз, ал былай өзінен теріп өте жібереміз. Андай жасыл құрт бар, яғни ол біз гүлдерінде бастап, мальва гүлдері бар, сол мальва гүлдерін бастап жеп жатыр. Сол жасыл құрт болмаса, пока әзірге тым құрт жоқ. Ешқандай көң ештеңе салмаймын. Яғни көң бұл өзінде алдында жер қазғаннан кезде көң салынған. Яғни біздің жеріміз негізі жақсы. Ешқандай көңді қажет жоқ. Тақа болмасанда сіздерге айтайын, бір құпия айтайын десем де болады. Кәдімгі
шөпті жұласыздар да, жұлып осылай салып тастасаңыздар, мынау әрі суарған суыңызды қорғайды, әрі жаңағы витамин ретінде суарған сайын. Бірақ осылай қойған кезде суармай тұратыныңыз себебі деген, ол өсіп кетуі мүмкін. Әбден қурағаннан кейін барып суарсаңыз, суды да ұстап тұрады. Мен үнемі сөйтіп жаңағы баклажан, перестерде осындай арам шөптер жұлып ортасына қойып тастаймын. Яғни тез кеуіп қалмауына өте жақсы көмектеседі. Немесе малдан қалған жаңағы сары шөптер болса, сондай салып тастасаңыздар өте жақсы. Бізде өкінішке орай сары шөптеріміз бітті, мал моласын жеп қояды. Сол себепті осындай арам шөптерді салып қоямыз өйтіп. Егер малдарыңыз не болса, онда малдарыңызға берулеріңізге болады, бірақ бізде аулада шөп көп болғасын, осылай арасында шөп көп болып тұрса, сосын арасына салып тастаймын. Яғни арам шөп шықпауы да жақсы, әрі жаңағы судың кетпеуіне де жақсы. Алдағы уақытта тағы да көрсетемін, қалай дамып жатқан, өсіп жатқан. Әзірге маған картоп, биыл егіп жатқан картопымыз өте ұнады. Биыл талдың жылында да ойлаймын, талдың барлығы да жайқалып шығып жатыр. Картопымыз да жайқалып шығып жатыр. Жаңбырлы жыл болып тұр. Былтырғы 2019 жылы өте доңыз жылы өте маған ұнамады. Талдарымыз да дұрыс шыққан жоқ. Жаңағы жаңбырда болған жоқ. Биыл шыққан жылы енді қанша дейін карантин болса да, жаңбырлы болып, жаңағы бау-бақшамызға өте жақсы болып жатыр. Егінімізді жеп енді отырамыз шығар үйде. Не көріп тұрсаңыздар, міне. Егінімізді жеген өзі қандай таза табиғи өнім. Солай, міне көріп тұрсаңыздар, алдына біреу түсір дегесін, мен видеоны түсіріп жіберіп тұрмын. Егер сізге видеоларым ұнаса, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, мен почтам бар, сол почтаға жазып жіберіңіздер. Жауап қайтаруға барлықтарыңызға тырысамын. Алдағы уақытта картопымызда қандай картоп шыққандығын көрсетемін. Сау болыңыздар.